16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні. Тарихы тереңде жатқан елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. 1986 жылы 16 желтоқсанда небәрі 18 минутта өткен Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінің кезектен тыс 5-ші пленумы елді абыроймен басқарып отырған Қонаевты қызметінен босатып, орнына сол уақытқа дейін Ресей Федерациясында Ульяново облыстық партия ұйымын басқарған Геннадий Колбинді ешкімнің пікірінсіз ақ тағайындаған еді. Бұл шешімге наразы болған елдің егемендігін аңсаған жастар сол кездегі Брежнев атындағы алаңға наразылық білдіріп шықты. Олар алаңға тәуелсіздік керек, қазақ халқының өз көсемі сайлансын, ешқандай ұлтқа артықшылық берілмесін деген тілекпен шықты. Бұл желтоқсан көтерілісіне тарихта аты қалған Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Сәбира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова сияқты боздақтар қатысты. Алаңға жиналған жастарды жазалаушылардың күшімен қан-жоса қылып жазалап түрмеге отырғызды. Ешбір жаман оймен бармаған өз елінің тәуелсіздігін талап етуге шыққан жастарға бұзақылар, ұлтшылдар, нашақорлар деген кінә тағылды. Бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу үшін шеруге шыққан жастарға сол кездегі үкімет басшыларының бұйрығымен күш көрсетілді. Көптеген жастары түрмеге қамалды. Оларға желтоқсанның ызғарлы күнінде зәбір көрсетілді. Бұл оқиға дүниені дүр сілкіндірді. Бұл күн талай қазақтың денесін дір еткізер күн болды. Себебі 1986 жылдың 16 желтоқсанында қазақ боздақтары қазақ халқы үшін жанын пида еткен күн. Желтоқсан желі дауылға айналды. Оның айғағы дүниені дүр сілкіндіріп, әлемге қазақ деген атты паш еткен желтоқсан оқиғасы. Әлемді дүр сілкіндірген 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы осындай өр қазақ, ер қазақ, ірі қазақ мекен еткен киелі де қасиетті қазақ жерінде ұлттық сана сезімін, өз халқының намысын, ар абыройымен байланыстырған жаңа буын өсіп шыққанын көрсетті. Тәуелсіздік елімнің аңсап күткен арманы, елін сақтап бел шешпей батырлар болған қорғаны. Тәуелсіздікке жетуге тайғанақ құздың шетінде жастарымыз рухтанды желтоқсанның өтінде деп ақындарымыз жырлағандай, әрқашан тәуелсіз Қазақстанның таңы нұрлы болып, егемен елдің ұрпағының еңсесі биік, көкірегі ояу болсын. Бүгінде 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі Кеңес одағында тоталитарлық жүйенің ыдырауын бастап берген, сондай-ақ Қазақстан халқының мемлекеттік тәуелсіздігін батыл көтерген оқиға ретінде бағаланады. Қазақстан Республикасы елбасының жарлығымен қайсар рухты Қайрат Рысқұлбековке халық қаһарманы атағы берілді. Алматыдағы алаңға тарихи желтоқсан көтерілісінің құрметіне тәуелсіздік таңы деп аталатын ескерткіш орнатылды. Ел ермен мақтанар, жер кенімен мақтанар. Елімізді қорғайтын ер азаматтар, асыл ұрпақтар, тәрбиелі ұл қыздар молая берсін. Тәуелсіздік толғауы ұрпақтың жадында жаңғырып, тәуелсіздік рухы әрбір Қазақстан азаматының жүрегінде тербелсін. Желтоқсан желі ызғарлы